Алғашқы резидентіміз, құрметті достар, осы жерге келіп алғашқы оқитын адам 0,5 баклашка бар ғой. Содан құттай үлкендеу. Гася, құрмет қошеметтеріңіз достар. Жалпы мына әр класста андай футболға екеуі бар балдар болады ғой, андай құттай өзін көрсете алмай жүреді. Көшеде кетіп жатса андай қатып қалған боқты, тасты бүйтіп теуіп бұдың арасынан өткізеді ғой. Еще юбку деп берекетінді алады. Класста тағы андай балдар болады, жұмыт балдар. Батясының қожалығы бар, бірақ жылайтын ше. 11-ші класс бітіріп жатасың, майөпке шайын жатасың, аласында жаңағы бала бар айтасың ғой. Родной шашлыкке қой шығар шеш дейсің ғой. Анау жылап бастайды ғой. Батя бермейтін сияқты деп. Сосын амал жоқ не істейсің, өзің тау керек басын қойды. Ойланасың, кім бар еді деп. Сол кезде есіме түседі ғой. Мен сүндеттелген кезде маған бір нағашым қой атайды. Соны 10 жылдан кейін сұрайын деп тұрмын ғой жаңағы нағашымнан. Нағашымнан сұрайын деп баратқан кезде бана нағашым қайтыс болады ғой. Настроение жоқ, үйдегілер бәріміз соны жаңа похоронда көмектесіп бүйтіп жүріп, бірақ ойында шашлыкке қойды қайдан табам дейтін ойға, мына жақта класстарым сеніп күтіп отыр маған. Сол моментте имам тұрып, қарыздары бар ма еді бұл кісінің дейді ғой, короче. Ана жерде маған момент жібермеу керек болды. Орнынан атып тұрамын да бар деймін ғой, короче. Үйдегілер бар, қумаши қаяқтағы қой деп жатыр. Жеңгеш көше талып қалған шалқасынан түсіп. Ана жерде қырылып жүріп, бүткіл тума-туыстармен айқалашып жүріп, ана қойды алдым ақыр. Мәзбін, үйге келдім, қой қорада, 3 күннен кейін походқа шығамыз деп қуанып жүрсем, бір кезде батя келіп тұр маған. Балам, 3 күннен кейін жаңа нағашының жетісі, жаңа қойын сой дейді ғой маған. Настроение түсіп кетеді, енді не істеймін ойланам. Батяға қарсы келуге болмайды, батяның айтқан закон. Сосын аламда ана жетісіне нағашым жетісіне жаңағы қойды соям да, класстарын бірге шақырып жіберемін ғой, короче. Рахат, құда да тыныш, құда қайда тыныш. Бірақ мен қоянып тұрмын, короче. Бұнымен мен не айтқым келді? Жалпы өмірде қай нәрсенің де өзінің шығатын жолдары болады. Тек дұрыс таба білсеңіздер. Мен де осымен тамам, сіздермен бірге болған Гася до конца ағайын. Гасяға құрмет қошеметтеріңіз достар, молодец. Гасяны қарауға келген адамдар бар мысында бізде? Гасяға вообще қарыз бермеу керек екен. Бәктен похоронда бірінші шығырайын тұрған Достар келді. Осындай кішкентай өліп болмайды ғой осындай адамдар бар ғой. Ұзақ өмір сүреді ғой. Не соңғы жүреді ғой. Самат, мен саған бір сұрақ қойайын. Армияның қажақсыз қандай? Әскер? Құрмет достар, келесі шығатын резидент әскер. Құрмет қошемет. Әскерге құрмет қошемет. Қайырлы кеш. Кейде ойланам, қай жақсылығым үшін стендапқа шығып тұрмын екен деп. Мен есімім Әскербек, жақында үйлендім, отау құрдым, жас семьямыз, жас отбасы. Рахмет. Бірақ мен әйелім андайды, біреудің ақшасын құртқан жақсы көреді. Ақшаға құмар да сондай. Андай жеңіл ақшаны жақсы көреді. Азартник. Мен әйелім ойшым ставщик қой. Ставщика. Ана үйленер алдында неке құйып орамыз. Неке құюда әйелім менен мақырға мнение сұрап отыр ғой. Ана имам түсінбей қалып бейт, бір түрлі қуат. Осы әйелім айтам ғой, құмашеш не ерекшеленіп отырсың дейді ғой. Ерекшеленіп отырсың, неге ерекшеленіп отырсың деп айтам ғой. Әйелім тұрады да, мен балам ерекше, түсіну керек, оны кеше деді ғой. Қоя қой дедім, болды. Осының қыздар андай қойындаршы, ана жігіттеріне эксперимент жасауды қойындаршы. Біз жігіттер пробник болып батыр қой кәдімгі. Андай жұмыстан келесінде демалып жатайын дейсің ғой, залға бір демалып жатайыншы дейсің ғой. Кухнядан келіп тұрады ғой. Жан, давай сен қолтығына шугаринг жасап көрейік дейді. Базар жоқ. Айқайлап тұрып, жылап тұрып жасатып аласың. Жәләп бетін сипап отқанда безеуін сығып жібереді ғой. Мына қасын екі ортасына жүн жыл болады сосын. Осы мен андай жігіттерді түсінбеймін. Әйел ауыр кезінде бар емес, әйелдің аяғы ауыр кезінде соның ауыртпашылығын сезінейін деп ішіне қарбыз байлап атындар бар ғой. Мына жерінде екі қауын. Жігіттер біз ондай көтере алмаймыз ғой.
ол әйел адамға тән қасиет ғой, Құдайдың сөйтіп жаратқаны ғой. Мен де осымен тамам. Сіздермен бірге болған үлкенді үлкен деп сыйлай білетін Әскербек, бірақ үлкенмін деп қатайма, понятен ноль. Ассаламу алейкум. Жалпы келесі шығатын стендаперіміз, құрметті достар, арамыздағы ең шал адам, ең үлкені. 2003-тердің күйеу баласы 94-ші жылғы Дәурен Шамыратов, құрмет қошеметтеріңіз. Соңғы кезде терме качать ететін болған кәдімгідей. Ну енді возраст да, понимаете, да, возраст. Ана стендаперлердің ішінде байқап отырсаңыздар, ең үлкені мен екен. Ал ең кішісі Алихан. Сол алдында дайындықта жүрік, короче, бәріміз дайындалып жатырық. Мен Хоттан Алиханнан әпшуиш деп сұраймын ғой. Қартайғанын түсіндім, прикинь, үйге барып ойланып қарасам, қате ғой, қаяқтың әпшуі ол давно қалып қойған нәрсе, принципе. Кәдімгідей байқадым. Сосын үйге барып жатып демалып отырдым да, сыртқа шығу керек болды. Сыртқа шығып баратсам, қолымда құман, прикинь. Жылы су құйып алғам. Болғап қараймын еще, прикинь. Кәдімгідей қартайғанын сездім. Сосын ойландым, мен не істесем болады деп. Бір ойланып қарасаң, Елжан танисыңдар ғой бәрің да, Елжан да. Соң Фая деген қатыны бар. Фая деген Мадис кеншеген ана бар ғой. Мен ана торт жасайды енді бар ғой, ана шаруа қатын. Прикинь, мен біреудің қатын жайлы әңгіме айтып отырмын уже. Возрастта, прикинь, үлкен ағайлар ғой, біреудің қатынына қызығатын. Сосын айттым, мына болмайды, мына біреудің қатынына қызығып жүрмін мен дедім де, үйлену керек, бірден етіп жасару керек. Әсел деп ойладым, зачем маған қарт дедім, сосын кері. Сосын 2003 жылғы бір қызды тауып алдым, короче. Үйлендім. Көңіл жасарады деп ойлап тұрмын ғой енді. Көңіл жасарады, қазір үйлендік 2 ай болды. Қатыным маған TikTok түсірейік дейді. Түсінбеймін ғой мен TikTok-тың не екенін. Сосын, чо за TikTok қалай болып десем, банкіге желание лақтырамыз, короче дейді. Давай, келдік, отырдық. Қатыным лақтырды, Турция деді. Мен санаторий ақжайық. Возрастта, понимаете, да, уже санаторийны ойлай бастаған мен. Мен бір байқағаным, қартайғанымның бір белгісі, двойкаға мінем автобусқа, и сразу кондуктормен айқайласып кетем, конфликт, короче. Не малтасып кетсін нормально. Сондай да, короче. Бір оқушы болып отырса, аяқ ауырғаттың ғой, орын берші, işte, в принципе. Сондай айқайлар шығаратын болған. Енді жас кезімізде бір балды сетіп, темек тартып көрдік қой енді. Жастықпен да. Байқап отырсам, қазір уже ішке тартатын болған мен. Ішке тартатын болған. Это зиян, темек тартып жүрмеңдер. Сол темекінің кесірінен қақырып түкірем, прикинь уже. Шал болып батырым, короче. Қатты шал болып батырым, көп байқалады. Енді шал болғам соншақ, мен қонақтығым көп, Елжан Самат, короче, срочно кету керек, қонақтығым бар, давайте. Дәурен Шамыратов, құрмет қошеметтеріңіз атаңызға. Карантин балаларын аяғында мәсісін кигізіп, гонорарын платок қорап, төс қалтасын салып жүрмінші, таксиге тұрып. Мынау бар ғой, Дәурен, ризамын жігіттің ғой, риза. Ризамын жігіт. Сондай ма? Өте мықты жігіт. Алдында митинг болды ғой. Құдай сақтасын, енді ондай болмасын. Сол кезде Алматыда спортсмендер қорғады қаланы. Бүкіл қаланы спортсмендер қорғады. Оралда Дәурен шыққан ғой, Шамырат. Дәурен қорғады бізден. Бізден үкімет қандай рисковать етіп тұр дейін, жерде. Дәурен шығарып қойып. Ана, кіріп көргендер бандит. Қақып отыр митингті. Дәурен, еще маған сонда айтады, родной, смелый ұйықтай бер, қорғап атың дейді ғой. Ұйық жоқ онадан кейін. Вообще ұйық жоқ, оттың көзін бақырайды бар ғой. Алдында да отырық. Енді әйелі жас, 2003 жылға әйел алған ғой. 2003 тема деші. Білейін, білсем. Қаласы тап қолсаң. Сөйтіп шай ішіп отырып бәріміз, әйел звондады да Дәуренге. Жан, үйге келесіз ба? Есік алдында біреулер жүрген сияқты, бандиттер кіріп келеді сияқты дейді. Дәурен тұрды. Қатын қорқып отыр, бандиттер бірден кіріп кетіп жүр, үйге кеттім дейді. Мен айтамын да, ал сен барғанда не өзгереді дейді. Ал бандит кіріп кет ал, не өзгереді дейді. Алдау. Кто это мальчик? На жеріне көтеріп алдау. Қалай?
Дәуренді көтергенде ма? Жібер деймін саған. Келесі шығатын бізде сондай кішкентай болса да духы вагон. Алихан, шапалақтарыңыз Бір-бір-бірге. Ассалаумағалейкум. Бір алласы бар, екі дүниесі бар, үш жұрты бар, төрт құбыласы бар, бес парызы бар, алты алашы бар, жеті қазынасы бар, сегіз серісі бар, тоғыз құмалағы бар, 10 шақты ұлы, 10 шақты қызы бар. Қазақ елі. Ассалаумағалейкум тағы да. Бүгінде Гагариннің төрінде керемет стенда ұйымдастырып жатырған Карантина Продакшнның балдарына бір қатыр қалаған соқ қойыңыздар мүмкіндік болса. Енді біздер тамадалар өнер адам болғасын жерде деп сондай өзін халық әртісін айтып сияқтамалар бар ғой бізде, ма? Сөйтіп қандай көкірегін көтеріп, хамыраттар сияқты жүретін тамалар бар ғой. Құрмет тамалдар, мен сіздерге айтайын, оң қолыңды көтер, сол қол, аяқ, байшпай көтер, жастардың бақытты болуы оған қарамайды. Сосын неге ансамбльдің қыздарын мутит етесіңдер сендер? Не бітпейтін нағашы, не абырой бітпейтін? Абырой, ақ жүрек, ақ патша. Той басқаруға не абырой керек? Шықтың, апа, шапалақ, қошамет. Мен де айта аламын ғой, байып қарағанда. Үші жағаласып вайын сүреді ғой. Бұл жерде талпан комиктер бар, вайын сүретін. Білмеймін, бірақ жағаласып вайын сүреді. Мен де армандайтын едім, асау болсам деп. Арман болмайтын болды. Жалпы бала кезінде футбол ойнадым. Өте жақсы ойнадым, Ақжайықта доп тептім. Бірақ травма алып қалдым да, короче. Мама шығарып алды мен, үшін ойнамайсың, осылай травма алып қалдым. Мен ойлаймын да, сол футболды әлі күнге дейін жалғастырсам, вообще дерзкі болатын еді да. Андай қиялданамын жатып алып. Балаларым футбол ойнап жатам, Барселонаның скауты келеді маған, короче. Жақсы ойнапсың. Жүршіш Барселона дейді ма? Бітті. Маханға жаңа айтамын, Махан сенбей, визаны көрсетіп әйтеуір бағасам Барселона. Бірінші күн тренировка аламын да Бускетспен қырылып қаламын ғой. Бускетспен қырылып қаламын, Бускетс ана жерде ол испанша, мен қазақша айдап жатыр екеуміз. Ортада Тэш деген жүреді, короче, все нормально, ребята, сабыр. Қаяқтың сабыры, неміс саған сабыр деп тұр. Как раз сол уақытта Барселона құлдырап жүрген уақытта бәрінің басы кетіп қалған, мен де басым кетіп қалды. Шығамда Камп Nou аэропорт 800 деп интроверге бағасам. Басам. Енді самолетқа міне бергенде жаңа тренер келеді. Қуасың ба? Ойлан. Саған бүткіл қазақ елі мүтіртіп отыр. Ата-анаңды ойла, достарың, тума-туыстарың, қазыңды қума, олай дейді ғой. Ен жерде андай кадр кетеді ғой. Самолет ұшып кетеді, мен бау ойлап жатырмын ба уже. Кинодағыдай ғой. Каспий голдқа уже запал түсіп тұр ғой. Бұтың қате сумма анау бар ғой. Кам, не істеймін ана ақшаны көргенде. Лучше давай тамақ алып тастайын. Салам бро, шаурма толтырып алып тастадым мен жерде. Сосын алдына бір квартирада шулап 7 теңге штраф жіберіп едім. Соны жұтып қояды ғой. Жаным қалмады. Бірақ сол ақша тұр ғой. Сөйтіп армандаймын өзім. Сендер отсыңдар, мен арманына күліп. Жалпы армандай болыңыздар, сол арманға әрекет қылыңыздар. Рахмет, менде сөз бітті. Алиханға құрмет қошеметтеріңіз достар. Молодец. Біздің халық риза болып қалды, бір самолет сендерге жіберейім дегенде. Барселона кетіп жатсыңдар ма бәрің? Келесі резидент өте ерекше. Біздің еркеміз арамыздағы. Постоянно соны еркелетіп, барлық тәттіні соған береміз. Өзіміз еркеміз болғасын. Бүткіл внимание соған кетеді тек қана. Біздің ерке Мирас шапалақтарында. Мирас, құрмет қошеметтеріңіз. Естерінде ма, баяғыда ауылда таңда далаға шығасың, мындай дыбыс шығады. Ойып айтамын, ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Мен христиандарды аяймын. Христиан болған қиын ғой негізі. Ойлықстан квартира іздейсің, аңдайсың, апа, екі боламыз, шоламаймыз, намазхан балдармыз деп айта алмайды ғой олар мысалы. Өткені олар орысша сөйлейді ғой. Христиан болған қиын негізі, жуынбау керек болады, қыстың қақырған күні мұзға түсу керек болады, вертеп қой да.
ол қасқарды сосын сбор дейтін жоқ қой оларда. Мен көрмеппін мысалы бір жігіттің тұрып, құрметті мейірімді жандар, шіркеуіміздің құрылысына қаражат жинаймыз. Астында номер тұрады Сбербанк Владимир деген жоқ қой оларда да мысалы. Христиан болған қиын, не советую сендерге. Алда мұсылмандар бар ма? Мұсылманмын дейсің. Аузың толы боғауыз. Мұсылманмын дейсің. Қатты айтсаң ренжисің. Алдында осы сөзді бір христианға айттым. Христианмын дейсің. Бірақ өзің білсең бәрі ғой негізі. Жалпы мына кез келген адамның өмірінде бір өлімнен аман қалған историясы болады да. Мә, анжеті кәм біттік деп тұретін дейді ғой кәмдігі. Еще бәрінің әңгімесі былай басталады ғой. Фураң артынан бұл агонға шықтық былай. Встречка КамАЗ геатр дейді ғой. Шыққал көттік дейді ғой. Налған бітпейді, встречка олар да. Вообще. Кейде бәрін татап шетелге кеткім келеді. Шетелде кайф қой. Екінен тұрасың, көрпеден былай көрпеден былай қолың шығарып, будильнигін сөндіресің. Колледжге барасың. Колледжде өзің шкафың болады андай. И колледжде бір Джессика деген қызға басын кетіп жүреді. Джессиканың жігіті болады. Американский футболға қатысатын качок. Ханаға сияқты примерно. Сосын бір күні пауық шағылады. Ол іріңдеп, заражение болып шайып кетесің соңында. Сосын байқайсыңдар ма, шетелдің ата-аналарының өзі өте бір креативні ғой. Олар жүрген жерлердің бәрінде кішкентай балаларын фотоға, видеоға түсіріп жүреді. Ал бізде ше, кішкентай балаңды фотоға түсіру ең вектак нәрсе ғой. Аконай қара, аконай қара. Аконай қара дейміз, арвайма. Аконай қалаға күнде келіп жоқпыз, аконай арвайма тұр. Аконай өлтірттен қазір. Тұр дейм, әкеңе фото жіберемін, әкең вақты демейсіз бе? Нағылған бітпейтін батяларды вақты осы. Байқайсыңдар ма осы? Тамақты аз жейтін байтер жоқ қой. Батялардың бәрі аш па, бірдеңе ғой. Қорылдамайтын байтер жоқ қой да. Батялардың бәрінің бұлша тезіліп қалғанда бірдеңе ғой. Сосын неге? Сосын неге именно батяларды жуынғандар естіледі? Ваннаға батя кірсе бірден біледі ғой. Телевизор жаққа жатпайтын батя жоқ қой да. Телевизор жаққа жатпайтын батя жоқ қой. Түнгі 3-те телевизор бір жақта, өзі бір жақта шыңылдап жатады ма? Әнұрында телевизорден көретін деқан батялар осы. Бірақ батялар қанша жерден көп ұйықтаса да, таңып қой тұрады, байқайсыңдар ма? Қасына келіп, тұр! Тұра, ұйқы қанбайды әй. Өлгесін қанады ұйқы дейді. Мен сендерге айтайын, өлгесінде ұйқы қанбайды. Өлгесін ұйқы қанатын болса, оны адаммен тұрып кетпейді оны. Біздің негізі әкелерімізден ең үйренетін нәрселеріміз осы ерте тұру. Айтады ғой, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп. Ендеше ұйқыңызды айтайық, сіздермен болған бірге Сіздермен бірге болған Мирас. Рахмет! Жалпы келесі шығатын резидент ол адам емес вообще. Ол біздің Қазақстандық емес, жалпы біздің планетанікі емес. Анау басқа жақтікі бар ғой. Анау келіп, сол резидент біздің стендапты межгалактический уровеньға шығарып отқан адам ғой анау. Либо ананы бір ужастик чужой дейтін кинодан көрдіңдер бір, инопланетяндар жайлы. Либо тарихтан көрдіңдер ғой. Андай тас ғасырындағы өткен. Құндардың суреттері тұрады ғой. Мамонтпен жағаласып қырылып ататын. Шабылып жүретін бар ғой. Судың ішінде бүйтіп балық аулап ататын ғой. Жауайнанып. Үш таяқпен ба? Үш таяқпен, иә. Анадан тамақты ерсі жейтін. Балықты пісірмей жейді ғой. Сондай ана. Танакула деп сөйлейді. Кебайлы күтпеңіздер ол жігіттен. Ой, ай мен мынадан бірдеңе алып қалам ау. Күтім, просто мына жеріне қарап тұрыңдар болды. Даже өстейді. Нұркен, шапалақтарыңыз. From Birmingham, way down in Alabama, the way you shake that thing, won't you make me sing, whoa, black, whoa, black, you really
Предвижу все, вас оскорбить. Печальная тайна объяснила. Ладно, шучу. Ассалаумалейкум, қалай болсыздар ма? Қалай не істеватсыздар? Менің есімім Нұркен. Мен 2000 жыл дүниеге келгенде менің папам мені көріп, көзден зайчик ұстап бәлеске жатып қалды. И мамаларың ұрса ма сендерге? Мама ұрсады. Балам, қырын шеш, шашынды қидыр шеш. Бір 10 баласы бар еркек құсамай кішкене нормально өзіңе қара шеш. На тебе я смотрю, тебя Уральск смотрит, тебя дочь смотрит. Ты Билли Великий, слышишь? Ты Билли Великий. Стань левшой и не дери ему зад. Мен мамам негізі көп кино қарайды. И сосын Бесутсека деген сериал бар ғой. Сол Бесутсека сериалын көрмеген қазақ жоқ шығар деймін ойлаймын. И сол Бесутсека деген сериалда өте қатты ренжідім ол. Неге мені шақырмайды? Мен стандарттарға келіп тұрмын. И мен осы Бесутсека деген сериалын абсолютно любой қыздың рөлін ойнап бере аламын. Бірінші серияда мына жерге пышақ қадайды ғой бір қызға. Сонда ойнап бере аламын. Болды ол. Өртеніп кеткен қыздар. Просто жатасың, болды. Вообще актерлік шеберлік керек емес вообще. Простой рөлдер ғой. И мына ВК бар ғой, ВК, ВКонтакте. Мен сол ВКонтактеде отырамын әлі күнге дейін. И поиск болады ғой, поискта Россия, Белоруссия, Украина қыздарына жазамын. Привет, земляк деп жазып жіберемін бір қызға. Сосын ол мен көреді ғой, мен досьемді көреді ғой, досьемді. Делымды көреді, делым. И анда жазым тұрады ғой, Карипулов Нұркен, Қазақстан, Орал қаласы. Сосын ответ қайтарады ғой маған. Привет, почему земляк? Сосын мен айтамын, планета Земля деймін. И сосын, как дела деп жазып жіберемін. Сосын, нормально дейді. Мои дела не интересуют тебя? Нет, дейді. Сосын, что делаешь ты сен? Сижу, дейді. Сосын, где в тюрьме, дейді. Сосын, заблокировать етпейді мен. Сөйтіп негізі бір азғызын берекетін аламын. И мен үйленемін, по-любому үйленемін. И сол үйленгенде маған әйелім айтады ғой, дорогой, у меня 2 полоски. Получается, ты младший лейтенант. И сөз соңында табиғи апаттардан сақ болайық. Сосын Путиннен қорқыңдар. Нұркенге құрметке қошеметтеріңе достар. Рахмет, молодец. Құрмет достар, келесі шығатын стендапер қалай айтайын сіздерге, оны қараңғыда көрмей қаласың. Очень черный. Анау бар ғой, тақтауы черный, қараңғыда көр. Негірмен қатар қойсам бар ғой. Анау чуть-чуть қара ғой. Қаралау дейсің, иә. Өтте қараңғы. Өтте, қара цветпен бейт қойсаң, тоже қара цветпен де қаралау болып тұрады, құрмет достар. Анау, короче, қара мен қараны қойсаң, ана қара цвет яркий болып тұрады, короче. Самат Қуанғалиев, достар, құрмет қошеметтеріңіз. Асик емес па не? Сен бол. Да? Құрмет қошеметтеріңіз, достар. Шығып просто тупо әзілдей салатын жылан жоқ. Шыққасын бір дұрыс әңгіме айтқым келеді, оққан-тоққан адам ғой мен. И, короче, бір байқаған біздің стендапқа уже андай күшті тұлғалар келетін болғанда, Оралда бірдене шеше алатындай, кәдімгідей бір басқармадан, акиматтан келетін болған адамдар. Еще түсірілім түсіріліп жатыр. Мен өзімнің қайда тұратынымды айтқым келеді. Мен Зачагансқта тұрам. Қазақ дейді, Қазақ. Сол кезде Есім ханның ұлы Тәуке ханның әкесі Жәңгір хан атындағы көше бар біткен. Асфальт. Содан кейін композитор, алғашқы қазақ операсын шығарған Евгений Брусиловский дейтін көше бар. Тоже асфальт, да? Содан кейін былай тіке кіріп кетіп өтті біздің үй жаққа. Ол жерде педагог Жақыпов көшесі, Серқали Жақып көшесі. Тоже асфальт. Одан былай алсаңдар, ақын, абайтанушы, академик Қажым Жұмалиев көшесі.
тоже асфальт. Одан былай шықсаңдар, Жұмат Шанин көшесі, режиссер, алғашқы халық әртісі, тоже асфальт та. Содан кейін Мағжан Жұмабаев көшесі, ол кісінің бәрін танитын шығарсыңдар. Содан кейін мына жерде мен үйім. Самиғоланың үйі, Равильдің үйі, Бекжасар, Шынтабай, Алтынбектердің үйі бар. Және мына жерде соғыс ардагері, лейтенант командир Хабибулла Дінішев көшесі бар. Сұрақ, жалғыз неге мына көшеде асфальт жоқ? Вертияқ қой мен. Ойлашы, кәдімгі жаймен жыным келеді. Мысалы бар ғой, мынау көктемде быт-шыт болады. Мен сендерге айтайын. Такси мына жерден түсіп кетеді мені. Мне қане выживать етем ғой мен. Ойлашы, мен кәдім қызған біздің Елжан Ақын Сара 6 дейді де, кәдім есігін алдына шақырады да, такси сөйтіп шығып кетеді. Мен де армандаймын таксиді есік алдына шақырсам екен деп. Бірақ маған келмейді мына жерге такси. Сосын мен Шынтабайдың үйіне шақырамын. Ұят Шынтабайдан. Шынтабайдың 2 қызы бар, тұрмысқа шығып кеткен. Анау үйінде әйелімен жалғыз тұрады. Такси тоқтаған сайын немерелерің келіп қалды деп, алып шығады үміттеп. Мен таксимен кетіп жатырмын. Ұят та ана. Мен асфальт жоқтың кесірінен біреудің қайғысына прикол ұстап жүрмін жерде. Шынтабайдан ұяламын да мен. 16 үй бар бізде. Соның каждые 2 кирпичтен шығарамыз да бүйтіп. Арасын 60 сантиметр қылып жол саламыз бүйтіп. Басып, жетіп алуға асфальтқа. А біздің көшеге новыйдан келгендер, оны дұрыс баспай құлап жібереді де бүйтіп. Балшыққа. Арасы 1,20 м болып кетеді сосын. Базар жоқ, одан мен секірем. Ольга Рипакова секірер, кішкентай балалар секіре алмайды ана жерден. Сосын сабақ қаралмай қалады. Сабақ қармаған бала программадан қалып қояды, түсінбей қалады. Түсінбеген баладан білімсіз ұрпақ шығады. Керек па саған білімсіз ұрпақ? Жақсы ма солай болған? Мына 16 үйдің каждый үйінде ата-әжесі бар. 32 қария тұрады. А жоқ, 20 біреу машина ковидтан кетті. 29 қария. 29 қария тұрады. Оларға да өте қиын. Тобығын майстыр болады, белін майстыр болады, поликлиникалар емделеді, ауырады. Елімізде қариялар азайып жатыр. Жақсы ма? Содан кейін біздер 2 пакет киіп аламыз да, мына жерге дейін. Қаптап, мына жерге лақтырып кетеді бәрі сол. Қоршаған орта ластанады, босалады, экология. Ана ауа ластанып, бактериялар шығып, аурулар тарайды. Ойлаңдаршы, кішкентай Дінішев көшесінен елімізге қандай проблема келіп жатыр да? Ойлаңдаршы, қандай көшеден? Соны мен ойлайын да, неге олай? Вроде ешкім ала жібін аттаған жоқ мен. Бүйтіп уақытындай да. Мен үкімет жамандап көрген адам емеспін өмірінде. Неге екен олай? Мүмкін біздің көшеден бір ұнамай қалды ма? Бекжасар ма? Бекжасар ғой да? Жамбыл ма или? Точно, Жамбыл ғой, Жамбыл. Мына үйде тұратын Жамбыл ғой. Böyle вече андай кепшава deyip жүреді ғой. Я, соның кесірі бар ғой. Білдім мен, ауласына білген ғой, ол шүйбен күтусе барған. Кәдімгідей жыным келеді, и мен андай қиналамын үйде жатып. Қалай көмектесем болады өзім районыма? Қалай асфальт салсам? И менде гениальный план тут. Жалпы мен бала кезінде елбасы или президент келсе, мына көшеден фок етіп өтіп кететін еді бүйтіп. Фок етіп өтіп кетеді. Мен мына жерден қарайтын едім. Машинадан өтіп кеткен. И бұл қараш, Дінішевке жап-жақын тұр ғой. Қалай президентке мынаны көрсетем деп ойлаймын ғой. И қазір не шығады ғой? Инстаграмнан шығады, Қасым-Жомарт Тоқаев Оралға келейін деп жатыр деп. И мен аламын да, аэропорттан. Тоқаев түседі, бәрі күтіп алғанда бір адам қойып қоямын ғой. Хабибулла Дінішев дейтін жазу ұстап тұрды. Тоқаев көзін қиямай бір көріп қалады жазуда. Сосын жүре береді. И машинаға отырып жатқан кезде ана жақта бір үлкен ағай тұрады да, Хабибулла Дінішев 500 дейді. Естіп қалады Тоқаев, Содан кейін машинаға отырады да жүріп батқанда андай мостқа жазып қоямын ғой, Хабибулла Дінішев көшесі деп. Бүйтіп қарап батады ғой, ана терезеге Тоқаев сол оларды санап. Мына жаққа отырып қалуы мүмкін деймін де, мына жаққа жазып қоямын ғой, сол жаққа отырған. Сөйтіп келе жатады да, уже подсознание ойнайды ғой. Фокус дейтін кинодағыда 55 дейтін сан бар ғой. Хабибулла кеткен ғой, Тоқаевқа қызығы уже. Тағы бір жүріп батқанда, Хабибулла Дінішев көшесін көрмепсің, бұл өмірге келмесің деп жазып қоямын ғой. Қызғады ғой Тоқаев бар ғой, кәдімгідей. Тугис қосып қоямын, Хабибулла Дінішев деп жазып бар ғой. И андай қойып қоямын, 1000 метр қалды, 1200 метр қалды, 800 метр қалды, стрелкалар толтырып қойып. И нервничать етеді, Тоқаев тез шоферға. И осылай кетеді да, ойлашы, Тоқаев етеді шоферға. Буршеловскийдан солға ұрыш дейді, шофер түсінбейді, бұрылады, Тоқаев етеді, шиномонтажға оң жаққа кетіп қалды. Келеді, мына жерге тоқтайды ғой, прикинь, Тоқаев. Шықса, түседі, Жұмалиев көшесі былай бітеді, асфальт. Ары қарай Дінішев көшесі. Быт-шыт болып жатыр ғой, И біздер сейсіп қоямыз, Бекжасар бәрі, Елдос бәрі шығып кетеді де, көршілер қарап тұрамыз ғой.
и Тоқаев тұрады. Мен халқыммен біргемін дейді, балшық. Бақ етеді ғой. Бізде ана жерде қызыл таспен жүр деп, короче, уайымдап бізге келеді де айтады. Халқым ренжімеңдер, маған мынандай мелкий проблемалар жетпей қалады маған. Мен асфальт салып беремін дейді ғой, короче. И біздер анда кинодағыдай биг жасарды көтеріп, бір-бірімізге қуанып үйге тұрады да. Анан қараңдар дейді ғой. Ана жаққа қарасақ Шынтабай немерелер келіп отыр, короче, қуанып отыр бәріміз. И тұрады да, ана Тоқаев көзіне жас келеді да, көп болған ғой, ондай эмоция көрмеген. Асфальтқа керек, көрсетемін дейді. Асфальтқа бұйрық беремін деп звондап қойғанда зачаганста сен ұстамайды ғой екен. Сөйтеді де. И осындай планым бар, қалай? Күшті ма? Жалпы бұл план енді негізі Тоқаев келсе, акиматқа келеді, заводтарды тексеру келеді ғой. А мен планын бұзып Дінішевке алып кеттім. Но жаңа болғандар примерно 40 минут қой. Шынтабайдың жылайтын бар немересін. Бәрі 40 минут болып отыр ғой. И ойлашы, қалада әкімде паника ғой, президент жоқ. Шулап жүр, қайда? Бүткіл патруль бәрі жүр, армия, тревога, скориялар бәрі жүр. И түтін шығады да, Тоқаевке айтады да, и Хабиболла Дінішев көшесінде барлық Шынтабай биг жасап, бәрімізге бұйырды, короче. Сөйтіп біз қалады, короче, план. Тағы бір логично ойлап көрдім, неге асфальт жоқ деп. Түсінгенім, мына Жұматшанин көшесі режиссер болғасын, таза жұмыс қой, режиссер отырады, тереді. Сол үшін асфальт берген шығар, тап-таза. Мына Жақып көшесі тоже педагог болғасын, таза көше, таза жұмыс, может сөйтіп асфальт берген шығар. Мына академикке де солай асфальт берді деп ойлаймын. Мағжан Жұмабаевтың да жұмысы таза болғасын, асфальт берді. И Брусиловскийға композитор болғасын, таза асфальт берді. Ал Дінішевке, ай осы соғыста балшықта жүрді, окопта жүрді деп осындай көше берген сияқты. Бірақ мен айтайын, егер Хабиболла Дінішев соғысып, елімізді құтқармағанда, жеңбегенде, Мағжан Жұмабаев та мынаны іспен айналыспайтын еді. Жұматшанин да режиссер болмайтын еді. Мына Қажым да академик болмайтын еді. Мына Жақып та педагог болмайтын еді. Дұрыс па? Мен айтарым, мен өзімді ойламаймын, мен жүре беремін ғой. Просто көше бергесін бір кісінің атына, соған еңбегіне лайықты қылды көше, құттай асфальт салып берсе болатын сияқты. Мен жаңа Қазақстанда жаңа асфальты бар көшеде тұрғым келеді. Келесі тақырыбымыз сеть зачагансты. Жазып қойыңдар. Параграф 6. Барлықтарымыздан сұрайым. Всех люблю, I love you, рахмет көп-көп. Жалпы сіздерге бір сұрақ қойын. Әлемде ең жай не бар ол мысалға? Айтыңыздаршы. Ең жай. Мысалы Тасбақа жай жақсы. Сарытаудың сеті жай, хорошо. Тағы не бар? Улитка бар. А мен одан да жай нәрсені білем. Ерген Ақмырза, құрмет қошеметтер. Голубойларды түсінбеймін. Залда голубойлар бар ма? Бір қолым өтіреді ма? Сақ бол. Мына сұрақта мен қимылдануыз апасен. Маған андай голубойлар ұнайды. Мен айтам, Құдай сақтасын. Байқайтын ма сонда голубой дегендер қоғамда үйреншік туып батыр, сол сөз. Баяғыда голубой дегенде шошып қарайтын еді ғой, біртүрлі болып, ондай емес, үйреніп батыр. Үйреншік туып кеткен соншалық мен жаңа голубой деп 3 рет айттым. Сендер шошқан жоқ, наоборот күліп отырсыңдар. Как будто мен натуре голубой сияқты. Мен голубой емеспін. Жалпы енді ондай адамдарға ештеңе істей алмайсың енді. Заңмен жақсы қорғалған, ондайларға үлкен сабырлық керек та. Жалпы мен ойлаймын, әлемдегі, жалпы біздің Қазақстанда ең сабырлы адам ол спорт комментатор сияқты. Ал мына Бейжің олимпиадасын көріп отырмын. Бәрекелді құрметті қазақ елі, Абзал Әжіғалиев шорт-тректен 500 метрлік қашықтықта финалға шықты. Тарихи сәт, құрметті көрермендер. Неге алтын алмасқа? Финалға шықты демек әлі жетеді. Неге алтын алмасқа? Дейді, фок 3 минуттан кейін қап әттеген ай. Сәл ғана жетпей қалды. Ештеңе етпейді. Келесі олимпиадада финалға жеткеніңіз қандай, құрметті ағайын? Финалға жеткеніңіз үлкен жетістік. Финалға жеткен де бар, жетпеген де бар дейді. Ол нормаль финал. Ол полуфиналда шығып кетсе айтады. Қап әттеген ай, финалға сәл ғана жетпей қалды, сәл ғана. Жартылай финалға жеткен де бар, жетпеген де бар, құрметті ағайын. Вообще бірінші турда шығып кетсе.
Бақ деген ай. Бұл Олимпиадаға келгеннің өзі үлкен жетістік. Олимпиадаға келген де бар, келмеген де бар, құрметті ағайын. Бұл Олимпиадаға тек қана мықтылар ғана келеді, құрметті ағайын. Сондықтан да Абдалдан үміт үзбейміз. Болашақты әлі алда, болашақ әлі алда. Ана Олимпиадаға ат бар болады. Одан өтелмей қалса. Бұл спортпен айналысқанның өзі үлкен жетістік ағайын. Үлкен жетістік. Шорт-трекпен көп адам айналыса бермейді. Сондықтан да Абзалды қолдай ағайын. Вообще ол спортпен айналыспаса. Өмірге келгеннің өзі үлкен жетістік ағайын. Бұл өмірге келген де бар, келмеген де бар. Қаншама адам паласта, диванда. Өмірге келе алмай кетті. Оның қасында айтуы бұл жарық дүниеде жүр ғой. Осылай да, өтті сауынды да. Жалпы күліп отырып қой, елімізде қиын жағдайлар болды жылдың басында. Жоқ сөйледім ғой. Қиын жағдайлар болды, адам шығыны болды, үлкен төңкеріс болды. Сондай интернетте айтып жатыр, бәрінде көңіл күй жоқ. Сол уақытта телефон қарап отырсам, мен кірем митинг туралы ақпараттар оқып. Астында мынандай комментарий шығады ғой. Кім менімен бірге төсекте болғысы келеді. Болады да, ондай мекенде болды сондай комментарий. Мен жазатын орын қарау керек адам. Жазатқанда қарау керек, мен қайдан жазып жатырмын. Ойлашы, осындай адам қайтыс болды дейді, кім менімен бірге төсекте болды. Қарау керек қой кішкене. Мен түсінемін да, егер хан тамадың фотосы тұрса можно. Жазуға да, можно да. Бір жағынан ойланып қалады екенсің. Сосын мен дайректіне жазып едім, мен деп. Бесплатно ма деп еще. Көрмеді, күнә болса да бесплатно сенбеп тұр. Президентіміз үндеу жариялап халыққа барлығы жақсы болады, сабырға шақырып, жаңа Қазақстанды бірге құрайық деп жатыр. Содан кейін барлығы жаңа Қазақстан деп кетті. Неме жаңа Қазақстан деген қалай? Жаңа Зеландия деген сияқты ма? Получается, жаңа Зеландия солай құрған болып тұр ғой да? Білмеймін ғой олардың тарихын. Жаңа Зеландия түгіл өзіміздің тарихымыз білмейміз ғой біздер. Оққан жоқпыз ғой біздер. Коридорда жүрдік, асханаға бардық, туалетке баратынбыз. Туалетке анда сасып атап, боқ. Қажет айту керегін білмейді мұзым. Ондай енді жылдың басында енді 2022-нің басында наконец-то омикрон келеді деп отқанда террористер кіріп келген ғой. Біз вообще террористер күткен жоқпыз ғой. Сол өзіміз террористермен арпалысып атқанда омикронда келмейтін уақытта келіп андай қуған сияқты омикрон бала келді. Мен келді. Вообще внимание бөлмей қалдық омикронға. Вот коронавирусқа ала внимание болдық, а? Вот коронавирус келді деп бүкіл ел болып жұмысымызды тастап, алақанымызды аялап, көзіміздің қарашығымызды көріп, ойбай коронавирус деп ән арна болған. Қандай риза болып кетті коронавирус, а? Риза болғанымыз соншалық қайта келді, 5 фондан дейін. Сыймай қалды болды бірақ. Қазақта сөз бар, өзің сыйлайтын жерге жыртында бара берме, қадірін кетеді. Омикрон коронавирустың қателігін қайталамау керек. Кетті болды. Вот шынымен біз омикрон алдында біз өте ұяттымыз. Коронавирус сияқты внимание бөле алмадық. Мысалы, Марат Омаров неге оған арнап ән жазбайды? Кешір алсаң, кешір бізді омикрон деп па. Да, вот сондай біз, ондай омикрон келді, сыйын кетірмей сразу кету керек. Жалпы, ойлап қарасам, COVID-19-ның шыққанға да 3 жыл болып қалыпты ғой. Құтты болсын деп шапалақ жүрейік. 3 жыл болған, енді менде сұрақ, до сих пор вакцина алып көрмеңдер бар ма? Мен де вакцина алған жоқ, мойындайын. Мен неге алған жоқ, себебі мен әкем де алған жоқ, мен анам да алған жоқ. Мен неге алған мен? Сендер жаңа алған жоқпыз, өздерінше әлдағандай ол шапалақ ұрып отырсыңдар ғой. Аласыңдар, по-любому аласыңдар, жұмысқа тұрасыңдар, оқу, анау, мынау, бәрібір аласыңдар. Ойлашы, Қазақстанда 19 миллион халықтың барлығы вакцина алған, тек қана вакцина алмаған 4 адам бар. Біздің әке, анашым, мен,
Нұрболхан Шарапов. Ойлашы, осы өтеміз алдағы ең. Осы ойлаймыз, вакцина маңыздар, ай, осы біз тек тұртпаққа жатамыз ау. Ақсыздың сынығы, андай, бір туар, да. Ойлашы, андай, тек қана өтеміз вакцина алмаған. Андай, адамдар бізден ұрпалық алсы келеді, да. Мына текті бар, енді таптауға біз қанымыз бәрі. Ойлашы, ұйқыдан тұрасың, есікте шыққанда, бәлембай, апа, қыздар. Мына жерде көрмейсіздер, айтам. Есіктен шыққанда бәлембай апа қыздар ұстап алған. Ерген менің қызымды ал. Менің қызымды ал. Бәрі шуаты. Так, Тамаш. Так, сен деп. Мәка, шетіп тұр, таңдап тұр. Так, шуламаңыздар, апа. Барлық қызды қарастырамыз. Шуламаңыздар. Әбеттен екендер. Әлдағандай болды да. Төрт қатынға дейін алып. Енді дінде төрт қатынға дейін ұрсап қойын. Да, іста. Төрт қатынға дейін алып. Нұрболхан ана жақта төрт қатын алып жатыр. Екі жақтан. Біз батыға шанс жоқ қойын да. Мама ұрсат етпейді жағыр. Төрт жақта, мысалы, қонақ көтіп. Енді тек тұрпақсан көбейту керек. Имамға бар. Имам ұстаз төрт қатын артық не барайын ба деп қонақ алып. Да, сондай болса да, да. Болса екен сондай. Рахмет сіздердің алдарында жаңа Қазақстанда дерт стендап оққан Ерген Ақмырза. Келесі шығатын Мейрамбек құрметті Саркен Дишап әнімен деп. Осы бірдей қабыл қылмысы. Құрметті Сар, Мейрамбек құрметті қошеметтеріңіз. Андай болады ғой, мысалы, біреуге наушнигіңді бересің ғой, сұрайды ғой, андай, биш музыка тыңдай тұрайын деп едім деп алады ғой сен. Сосын байқайсың ма да қайтарарда сарап біләк қылып береді ғой, андай бірсің. Ал наушник ұяласың кәмір. Базар жоқ, мен құлағымда бұлақ ағады негізі. Бірақ мен тазалап беремін да наған. Дәм еш андай ашы болады ғой. Ұят кәмір. Біреу үшін ұяласың. Мен айтам олырсың. Сорып жүрген бөрдегі апарсың. Тергешпен шығып тазалап берем олырсың. Мен жалпы Атыраудікімін. Мына бізде Атырауда нәпақаң тап деп теңге салып берді бізге. Нәпақа дегенде қой, не нәпақа ғой енді теңге. Мысалы, мен мысалы реальный осы өмірде басқа өмір сүремін бе, теңгеде басқа өмір сүремін мен мысалы. Екі өмірде жүрмін да мысалы. Мен мысалы осы қазір өмір сүріп жатқан өмірімде, мысалы мен қызым бар жүріп жатқан, жазда үйленемін ертең. Ал теңгезде мен бір горничный қатымен жүріп жатырмын. 50 жастағы. Екеуміздің алға қойған пландарымыз бар. Әке шешемен таныстырсам ба деп отырмын. 50-де бірақ мені тыңдайды ол. Потому что горничный мен таба алман ғой. Алға қойған мақсаттарымыз бар, алға соған жетсек па деп отыр екеуміз. Бірақ 30 күн арада перерыв тұрып отты, 30 күн олмен, 30 күн мын жақта, 30 күн ан жақта, сол сияқты. Теңге жалпына ұлт пен ұлысты біріктірген нәрсе ғой, бәленбай ұлт бар анда. Көкірегінде жүні бар, венгрлер бар. Пілдің майы шығатын, пілдің майының иісі сасыған филиппинстар бар бізде. Сосын көксіген иісі шығатын поляктар бар. Микс мультивитаминге тек өзбектің аяғы жетпейді анда. Қалған бәрі бар бізде. Сондай да? Сен 30 күн еще жұмыс жасау керексің, 30 күн еще аналардың иісіне шыдау керексің, просто. Мына теңге сосын андай, мына теңгеден келесің ғой, мына жұмыс жасап келесің, демалғың келеді ғой бір. PlayStation'ға барасың балдармен. Сонда бір. Мына жатады, 35-40 жастағы ағалар болады ғой, UFC-ге баратын. Мына неге? PlayStation'ға баратын. Жастық шағын бәрі қызығы біткен, екеуі отырып UFC ойнайды ғой. Балдардың миын ұрып тұрып қостырып алады ғой, қалай қоспеш деп. Еще екеуі де Макгрегорда отырады. Екі Макгрегор туристер отырады екен. Тым қызық емес анау дейтін бар ғой. FIFA-ға кіреді де сборный Португалия мен Миланда ойнатып отырады екен. Клуб пен сборный екеуі туристер отырады. Мен жатады, неге барады да мысалы да, бүкіл қызығы бітті оқса үйде отпай ма? Семьясын асырап, еще ана берекетті алып, дисклерді ауыстырғанда сызып дисклерді. Ана кастильдің берекетін алып ана жерде.
Караокеге барамыз содан демалуға. Караокеге баратын шығарсыңдар, сонда байқайсыңдар ма? Өлең айтып жатырсыңдар ғой. Арыс жағасында деген өлең айтылып жатады ғой. Жүріп жатады телевизде. Ар жағында судан крокодил шығып кетеді ғой. Дым келмейді арыс жағасында деген. Или болмаса бір жеті қыз девичникке барады. О боже, какой мужчина деген өлең айтады. Жетеуі ар жағында бір жолбарыс зебраның шек қарын ақтарып жатады. Фоны келмейді вообще. Сосын кешекпен келем дебең дегенде екі маймыл бір-бірінің басына бетін алып жатады. Вообще соқпай танау дейді. Сосын бәріміз күнделікті отырдық қой мектеп кезінде. Дене тәрбиесінен киім әкелу дейтін тапсырма жаздық қой. Явно ғой киім әкелеміз ғой. Мен көрген жоқпын бір мектептің физруға. Бүгін неге жалаңаш келіпсіңдер? Келесіде киім алып келіңдер. Староста не мынау? Сондай болады ғой, сосын андай бір дос-балдарың болады, грубый вообще екен. Светофорға машинамен тоқтап, машинаның есігін ашып қақыратын балдар болады ғой. Грубый вообще, білмеймін. Трубка шалбармен үшкі туфлиге. Мультфильмда мужиктер сияқты. Сосын апарық балдар болады, UFC дейді спортик күйіп жатыр. Ой, жарайды, рахмет сіздермен берген Мейрамбек, райское наслаждение. Қарсыңыздар. Темош, Темірлан. Негізі адам баласы жуынып жүру керек қой. Жуынбайтын адамдар шаршатты бар ғой. Аузынан, аяғынан, қолтығынан иіс шығатын бар ғой. Және де сондай адамдар бір ақ жарқын, ақ көңіл болып келеді да. Ауыздар жабылмайды ғой кәдімгі. Жақтыртпай тұрғаныңды байқамайды бар ғой. Не жаңалық Темірлан, не жаңалық деген демейсің Темірлан, не жаңалық? Не жаңалық? Үй жақта магазин ашылып, ішінде зунипасты бар. Соны алды аузың шеш бар ғой. Жеке гигиена не екенін барлығы білет. Бала кезден ешкім істемейді. Баланы сүндетке отырғызады, ол шаңның арасында шауып жүреді. Сосын үйге қонақ келеді. Оны көруге, көрімдік беруге. Ал қайсы көрсет. Ұрпағың көп болсын дейді. Сенің аузындағы микробтардан кейін ода ұрпақ болмайды бар ойнау. Әжең аузындағы протезін суға салып қойшы дейді ғой. Ана протезді искесең бар ғой, екі көзің жас шығады. Ауылда нағашың келеді, епете оянып алып, мына щетка кімдікі, мен аузым шайып жатырмын деді. Енді сенікі айналайын. Ала бер керек емес маған. Жалпы дәрігерлердің айтуы бойынша адам щеткасын 3 ай сайын ауыстырып тұру керек. Менің щеткам мен 11 жыл мектепте құралды. Одан кейін 4 жыл универ атышты, оны бітіріп. Ол менің жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім бар ғой. Бұйырса менің тойымда құпдап алайын деп отыр. Жуыну керек. Моншаға түсу керек, бірақ үй жақтағы моншаларға емес. Бір жалғыз өзің жуынайын деп барғанда сенен сұрамайды, бір танымайтын адаммен жуындық байды ғой. Апа, мен танымайтын еркекпен қалай түсем мен? Онда тұрған не бар? Еркек емессіңдер ме? Онда үй жақтағы еркектер жина бәрін. Жуынайық бәріміз. Ойлашы, танымайтын адаммен, ер адаммен 1 сағат бір бөлменің ішінде жалаңаш жуынып жүресің. Жуынғанда аспанға қарап жуынасың. Белден төмен қарасаң, саған өкініш болады. Неге қарадым? Шынымен 58-ші минутқа келгенде абайлау керек, моншада бар ғой. Ана апа келеді. Уақыт! Апа! Араларыңызда танымайтын ер адамның арқасын сып көргенде бар ма? Мен көрдім.
Ысыш інім, ысыш. Төменірек ысыш, төмен. Төменірек ысыш деймін. Ысымайын, төменірек болды. Аяғына келді, өкшеңе айналайын. Жуындып шығарайын бәрі сен. Жуын керек. Моншаға шақыратын адамдар бар ғой, қазір білесіңдер ма? Інім, жеңгең ауылға кетіп қалып еді, сен мен моншаға түсейінші дейді. Жеңгем ауылға кетіп қалды мен моншаға. Түспеймін мен моншаға. Жеңгеме деген сағынышыңды менен аласың. Моншаны ресторан қылып жібергендер бар. Оған күн жасайды сонда. Бауырым, туған күн құтты болсын, өміріңе береке тілеймін деп сөйлейді. Бұтында тамбалаған бір. Қайда береке айналайын. Жуынбайтын жерде жуынатындар бар ғой. Жаздың күні өзенге шомылайын деп барасың ғой. Біреу шампуын ұстап келіп тұрады. Айналасын бәрін көпір қылдық. Айналайын, үйіңе бар, жуыныш бар ғой. Мен судың астына сүңгіп суды жұтып жүрмін. Шашыңды хиялдарын шолдаспен жуғансың ба десең. Ең рахаты жаздың күні сырттағы аулада қошқа жуынған ғой да. Кәдімгі жанып тұрады күн, жалғыз өзің жуынбайсың, астына аға қарап тұрады сен, бақ. Үстінен көгешін қарап тұрады. Көгешінде бақада еркек пе ұрғашы ма білмеймін. Ажырата алмаймын мен. Сұраған да жоқпын. Но маған ұзақ қарады екеуі. Мүмкін мен жақсы көретін шығар, білмеймін. Неге шашым май-май балдардың қасында әп-әдемі қыздар жүреді? Қыздар түсінем, ақшаға, машина ғой. Бірақ сендердің махаббаттарың жеке гигиеналық талаптарға сай емес бар ғой. Санапет станция келсе махаббаттарың жоқ тастайды вообще. Мына жігіт душқа түссе 3 минут кетеді. Шампуньмен 3 жерін жуады да шығады. Қолын, аяғын және денесін. Сен алдандың. Ал қыздар душқа түссе бітті ғой. Қонады ғой ішінде. Шампунь жетпейді оған. Келділі душа, келділі аяққа, келділі құлаққа, келділі 8 көзі. Осы ресторанда тамақтың ішіне бір лас бірдеме аулады ғой қыздар. Айқай шығарады ғой. Сол қыз үйіне тамақ ішіп отқан уақытта жеп отқан тамағына шаш шықса істең демейді бар ғой. Туы Темірлан жебеші аузың жапты. Әкеш, менің шашым бес па? Шашым ағырып кеткен бе не оған? Соңында айтарым. Негізі соң емес екен ғой бар. Өзі жоқ болса да иісі қалып қоятын адамдар бар. Сол жерде 20 минут бұрын ол адам болған, артынан сен келесің. Мам, үйге Арман аға келді ме? Әйелімен келді ме не мам? Соңында жуынып жүрейік. Құрметті көрермендер, көп рахмет. YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар, сондай бар екен ғой. YouTube тұрады. Лайк, колокольчик, комментарий жазып көтіңдер. Және бір қатырақ шапалақ болсын, қолдап қойыңыздар. Біз сіздер үшін жұмыс істейміз.